Армысыздар, ардақты, ақылды, дана ютубтағы қалың қазағым. Сіздермен бірге Алмас Тігінбайұлы, мануалдық терапевт және медико-биологиялық тамақтану мен оңалту институтының негізін қалаушысы. Қызметімнің түрі бойынша және жылдан жылға түрлі аурулар артылу себептер бойынша, мысалы, жылдан жылға жастар арасында ауыршан болу, жылдан жылға ерте мүгедектік, жылдан жылға ерте қартаю, жылдан жылға зейнеткерлік жасқа жетпеген, еңбекке қабілетті халықтың өлім көрсеткіші артылу себептерден, және ең бастысы жылдан жылға туатын балалардың арасында аутизм мен ДЦП мен туатын балалардың және басқа да көптеген генетикалық психологиялық аурулармен туатын балалардың туу көрсеткіші артылу себептерден мен ауруды емдегеннен гөрі ауруды алдын алу маңыздырақ екеніне қорытынды шығардым. Және осы себептер бойынша 2022 жылы Қазақ медико-биологиялық тамақтану мен оңалту ғылыми зерттеу институтының негізін қаладым. Қысқаша медико-биологиялық тамақтану мен оңалту институты деп айта берсеңіздер болады. Институт аясында профилактикалық емдеумен айналысамыз. Бұл түсірілімде сіздерге институттың көрсететін қызмет түрлері мен және сататын өнімдері, тауарлар, құрылғылары туралы айтып кетемін. Олай болса кеттік. Институт аясында ауырған адамдарға кеңес береміз және қалпына келгенше сүйемелдейміз. Екіншісі, биологиялық белсенді қоспаларды сатамыз. Үшіншісі, Астана қаласы бойынша сіздердің мекен жайларыңызға шейін бөлшек және көтерме бағалармен жеткізумен айналысамыз. Жидектерді, жемістерді, көкөністерді және бидайдың жасыл шөбінен жасалынған мұздатылған шырындарды жеткіземіз. Бидайдың жасыл шөбінен сығылған, мұздатылған шырындарды Астанадан 700 шақырымдағы алыстықтағы қалаларға дейін жеткізіп аламыз. Мұздатылған күйінде және мұздатылған күйінде және өйткені бұл өнімдер бұлар нағыз биологиялық электролиттердің көзі болып табылады. Электролиттердің, қоректі заттардың және өсімдік талшықтардың көздері болып табылады. Сондықтан бұл да өте маңызды нәрсе. Және төртіншісі, суды, күнделікті ішетін суымызды сапасын жақсарту мақсатында суды сутегімен қанықтыратын, водородпен суды сутегімен қанықтыратын
суға өте жоғары антиоксиданттық қасиетке ие қылдыратын, суды жоғары терапиялық қасиетке, әсерге ие қылдыратын Японияда өндірілген су құрылғыларды сатамыз. Судың бұл құрылғыларды Японияда әрбір отбасында және барлық клиникаларында қолданады. Водородная терапия ретінде сутегі бұл медициналық газ және әлем қауымдастық бойынша тамаққа қосатын қоспа деп қабылданған, танылған өнім. Сондықтан осы суды сутегіге қанықтыратын құрылғылар сатамыз. Келесі 5-ші, ауаны, суды, ауаның, судың дұрыс физикалық қасиетін қалпына келтіруге арналған ионизатор аппараттарын сатамыз. Ионизатор аппараттары суды сілтілі қылады, бірінші пайдалы қылады. Екіншісі, суды, ауаны теріс зарядталған иондарға, аниондарға қанықтырады. Бұл суды, ауаны адамдың денсаулығына өте пайдалы қылады. Терапиялық қасиетке ие қылдырады. Ауаны, суды. Осындай өнімдерді, осындай ионизаторларды дамыған мемлекеттерде, үйлерінде, клиникаларында қолданады. Және басқа жерлерде, әрине. Және басқа жерлерде, адам көп болған жерлерде өте жиі қолданады. Өйткені бұлар адамдың денсаулығына пайдасы өте көп. Адамдың денсаулығына теріс зарядталған иондар береді. Теріс зарядталған иондардың арқасында қан айналымы жақсы жүреді. Қан айналымы жоғары болады, жылдамдығы. Зат алмасу процесс жақсарады, барлық жерде жақсы жүреді. Сондықтан ауаның, судың физикалық, химикалық қасиеттерін қалпына келтіретін, теріс зарядталған иондарға қанықтыратын осындай ионизатор аппараттарын сатамыз. 6-шысы, дененің әрбір жеріне арналған және жастық, көрпе, матрас сатамыз. Медициналық микросферлардан жасалынған медициналық толтырғыштары, өнімдердің ішіндегі толтырғыштардың барлығы медициналық микросферлардан жасалынған. Осы бұл өнімдерде адамдың денесін, ағзасын, адам денесіндегі негізгі электролиттерді теріс зарядталған иондарға, аниондарға қанықтырады. Осының арқасында тағы да зат алмасу процесс бұзылмай жақсы жүріп тұрады ағзада. Яғни күнделікті ауруларды алдын алу мақсатында қолдану керек бұндай заттарды.
сегізінші жетінші салауатты өмір салты, дұрыс тамақтану, дене белсенділік, өз-өзін күту, әсіресе ерте балалық шақта және әсіресе бедеулік кезінде және ерте балалық шақта туралы маңыздылығы туралы білім беру ақпараттарды дайындап әзірлейміз және ағарту жұмыстарын жасаймыз. Сегізінші, болашақта медицина, биология, тамақтану, экология саласында ауруларды, соның ішінде генетикалық және психологиялық ауруларды түсіну мақсатында себептерін, даму механизмін түсіну мақсатында іргелі және қолданбалы зерттеулерді жүргіземіз. Бұдан басқа халықты табиғи өнімдермен қамтамасыз ету мақсатында ешқандай қоспасыз, химиясыз ауыл шаруашылықтары мен агрокәсіпорындарды дамытамыз. Келесі қоғамдық ұжымдар, шаруашылықтарды дамытамыз. Бұл қоғамдық шаруашылықтардың қожалықтардың негізгі экономикалық қызметі халықтың әл-ауқатын арттыруға және дамытуға бағытталады. Осындай бұл біздің институттың негізгі қызмет түрлері, өнімдері, құрылғылары және бағдарламалары іске асыру керек. Осылардың барлығын және айтылған өнімдер мен құрылғылар, бұлар ағзада адамның негізгі электролиттерін, қанды, лимфаны, ұпар сұйықтықтарды, негізгі электролиттердің бұзылған биохимикалық, биофизикалық қасиеттерін қалпына келтіреді. Осылардың арқасында лимфаның ағымы жақсарады. Ұпар сұйықтықтардың ағымы және жағдайы жақсарады. Артериялық және веноздық қан тамырларда қан айналымының жылдамдығы артады. Капиллярлық микроциркуляция жақсарады. Ағымы жасушалар жеткілікті мөлшерде және сапада оттегіне қоректі заттарды алады. Және жасушалардың ішінен көмірқышқыл газ, ыдырау өнімдері шығарылады. Бұзылған зат алмасу процесс қалпына келеді. Бітелген тамырлар болса тазарып нығайтылады. Гидроксилдік процестер жойылады. Ауырсыну, қабыну жойылады. Жеңілдік пайда болады. Және жүйке импульстары берілу, иннервация қалпына келеді. Мүшелерге, жасушаларға
ауырған адамдар оңалады, қалпына келеді. Және бұл өнімдерді оларға тек қана ары қаратай қолдану керек болады. Үй жағдайында күнделікті ауруларды алдын алу мақсатында айтылған өнімдер мен құрылғылар түрлі күрделі ауруларды, онкология, қан диабеті, инсульт, инфаркт, көздің аурулары, бедеулік, басқа да көптеген ауруларды емдеу кезінде, оңалту кезінде және ауруларды алдын алу кезінде өте тиімді, таптырмас өнімдер біздің институтта барлығы бар. Адам дені сау болу үшін, ұзақ өмір сүру үшін, өз өліммен өлгенше ауырмау үшін барлығы бар. Бұл біздің бір ең үлкен мақсаттарымыздың бірі. Осы үшін Қазақ медико-биологиялық тамақтану мен оңалту институтының негізін қаладық. Барынша көбірек адамдар осы өнімдерді қолданып, үй жағдайында қолданса екен деп ойлаймыз. Ауруларды алдын алу мақсатында. Өйткені қазіргі кезде біздің қоғамда көптеген аурудың түрлері көбейіп кетті. Қоғам ауруы көп, қоғам ауру болып бара жатыр. Сондықтан ауруды емдегеннен гөрі ауруды алдын алу маңыздырақ. Осыны сіздер де түсініңіздер. Енді қымбатты жерлестерім, сіздерге айтатын міндетті түрде 4 әрекет етіңіздер, 4 әрекет жасаңыздар. Біріншісі міндетті түрде лайктарыңызды қойыңыздар. Екіншісі, міндетті түрде жақындарыңызға, достарыңызға, таныстарыңызға, туыстарыңызға таратыңыздар. Пайдасы тиер түсірілімдің. Үшінші, осы ютубтағы Алмас Дүкенбайұлы деген біздің парақшаға жазылып қойыңыздар. Өйткені мың адам болған кезде сіздердің алдарыңызға шығып тікелей эфир жасауға мүмкіндік болады. Және бұл тікелей эфирде бізде көбірек пайдалы ақпарат айтып аламыз. Және медико-биологиялық тамақтану мен оңалту институтының ұлттық денсаулық сақтау және халықтың әл-ауқатын арттыруға, дамытуға бағытталған бағдарламасын айтатын боламыз. Сіздер де осы туралы көбірек білетін боласыздар. Және осы бағдарламаны іске асыруға мүмкіндік көбірек болады. Бұл бағдарламаны тек сіздермен біз бірге әрекет еткен кезде іске асырыламыз. Және бұл бағдарламада болашақта қандай сіздерде жақсы өзгерістер тосып тұратын білетін боласыздар. Егер де осы бағдарламаны іске асырған кезде. Төртіншісі, міндетті түрде медико-биологиялық тамақтану мен оңалту институтының адамдардың өмірінің сапасын жақсартуға арналған және адамдардың өмірінің ұзақтығын арттыруға арналған
өнімдер мен құрылғыларды алыңыздар. Естеріңізге сақтаңыздар. Ауруды емдегеннен гөрі ауруды алдын алу маңыздырақ. Осыны біле жүріңіздер. Сол кезде сіздер ауырмай, сырқамай, дендеріңіз сау болып, ұзақ өмір жастарыңыз ұзақ болады. Және бақытты болады. Ал және осы сіздерден және осы сіздерге сатқан өнімдерден түскен пайдасы институттың дамуына кетеді. Институтта қажетті құрал саймандарды, зерттеулерді жүргізгенге кетеді. Бір бөлігі. Екінші бөлігі сіз бен бізбен барлығымызға ортақ экономикалық мүдделерді құру істерді іске асыруға кетеді. Кезінде атамыз қазақ мал асырады, мал шаруашылықтан айналысты. Осы мал шаруашылық атамыздың экономикасы болды. Және осы экономика, мал шаруашылығы атамызды қиын кезде суықтан, ыстықтан, аштықтан сақтады. Атам қазақтың әл ауқатын арттырды. Атамыз және қазақ атамыздың мақалы да бар осы туралы. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы. Сол сияқты осы ежелгі аталарымыздың философиясы бойынша қазіргі заманға, қазіргі талапқа сай өмір сүру керек. Бізге де сіздермен бірге ортақ экономикалық мүдделерімізді құруымыз керек. Өйткені осы сіздерде, бізде барлығымызда малымыздың жоқтығы себебінен, халықтық экономикалық инфрақұрылымымыздың жоқтылық себебінен көптеген мына қоғамда проблема, дағдарыстар болып жатыр. Және осы проблемалар, дағдарыстар қоғамды ауру қылып жатыр, ауру тудырып жатыр. Көптеген қоғамдық, халықтық экономикалық инфрақұрылым құру керек. Аштықтан, суықтықтан, ыстықтан сақтайтын қазіргі капитализм даму жолы бұл қоғамдың дамуына арналмаған. Бұл капитализм даму жолы тек қана бизнестің, шаруашылықтардың, капиталдың дамуына арналған. Сондықтан қымбатты қалың қазағым, жаным қазағым, бөлек өмір сүрмей, тек қана өзіміздің қара басымызды, немесе отбасымызды ғана ойламай, бәріміз бірігіп, бәріміз бір-біріміздің игілігіне ұмтылып, өзімізге ортақ қоғамдық, халықтық экономикалық инфрақұрылымды құрауымыз керекпіз. Болашағымыз үшін,
халықтық экономикалық инфрақұрылым жанымыздың садағасы болады. Жанымыз қорғаулы болса, біз қазіргі қоғамда адамдар арын сата ма? Ойлаңыздаршы өздеріңіз. Арсыз нәрселерді жасай ма? Қоғам ауру бола ма? Сондықтан айтатын әңгіме көп, қымбатты жерлестерім. Жаным қалың қазағым. Бағанағы айтылған 4 қадамды міндетті түрде жасаңыздар. Міндетті түрде жасаңыздар. Айта беретін әңгіме көп. Қалған әңгімені осы түсірілімді ұзақ болып кеткен сияқты. Келесі әңгімелерді келесі түсірілімде айтам. Қалған әңгімелерді. Сондықтан қалың қазағым, жаным қазағым, біз барлығымыз ең басты барлығымыз сізге, бізге, барлығымызға ортақ экономикалық мүдделерімізді құра бастауымыз керекпіз. Құруымыз керекпіз. Малымыз жанымның садағасы болатындай, жанымыз арымыздың садағасы болатындай. Аталарымыздың философиясы бойынша заманымызға сай, заманымыздың талаптарына сай қазіргі өмір сүріп жатқан өмірімізде енді жақсы өмір сүруіміз керекпіз. Біз соған лайықтымыз. Ұлтымыздың денсаулығы мықты болу үшін, халықтың денсаулығы мықты болу үшін, ұзақ өмір сүру үшін және халқымыз білімді, ғылымды, бай, күшті болу үшін бізге 2-ақ нәрсе керек. Күнделікті ауруларды алдын алу керек және ауру болсан емделу керек. Екіншісі, біріге отырып, өзіміздің экономикалық мүдделерімізді құруымыз керекпіз. Өзіміздің шаруашылықтарды дамытуымыз керекпіз. Суықтан, ыстықтан, аштықтан сақтайтын. Ал қымбатты жерлестер, айта беретін әңгіме көп. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, жаңағы 4 қадамды жасаңыздар. Сау болыңыздар, кездескенше.